Әңгімені бастамас бұрын менің каналыма тіркеле отырыңыздар. Егер әңгіме ұнаған болса, лайк басып, өз ойларыңызды қалдырыңыздар. Жасым 33-те, әлі тұрмысқа шыққан жоқпын. Былайынша айтқанда, кәрі қызбын. Қитетсе, қоғамымызда мұнша кәрі қыз бар деп статистикасын жасап, әлдекімдер осыдан мәселе тудырып жүр ғой. Ешкімде қоғамның көзіне шыққан сүйелдей болып, өздігінен кәрі қыз атанғысы келмейді. Мен де кәрі қыз атанып, тұрмысқа шықпай қаламын-ау деп ойламаппын. Бірақ қалай жастық шағымның зыр ете қалғанын байқамай қалдым. Жұрт секілді асып бара жатқан карьерада жасадым деп ойламаппын. Телеарналардың бірінде журналистпін. Ел қатарлы жалақым бар. Соншалықты карьера жасауға ұмтылған кезімде болған емес. Әйтеуір бұйыртқан қызметті істеп, бұйырған жалақыны алып, үй мен жұмыстың ортасында уақыт өтіп жатыр. Әлі де үмітім бар. Шынымды айтсам, тұрмысқа шығу жалы 25-ке толып, айналамдағы құрбыларым тұрмысқа шығып кеткен соң ойлана бастадым. Қазір құрбыларымның кейбіреуі 3-ші баласын босанып алып, енді бірі 4-ші баласына аяғы ауыр. Жұмысты да үлгеріп, баланы да өмірге келіп, қайын жұрттың да көңілін тауып, бәріне уақыт тауып жүрген құрбыларымды көргенде қызығып кетемін. Тұрмысқа шыққым келеді. Құрбыларым ел қызғатындай түрің бар, сымбатың да келісті. Мүмкін өзіңе бір батылдық керек шығар дейді. Бірақ соңғы 7-8 жылда шынымен тұрмысқа шыға ғой деп ұсыныс жасағанда ешкім жоқ. Дәл қазір қай жерде танысуға болатынын да ұқпаймын. Соңғы кездері жақын құрбыларымның үйіне қонаққа да барудан тартыншақтайтын болдым. Өйткені отырыстарда кейбір келіншектердің күйеулерін қызғанып бастайтындары жанымды жейді. Өткенде әріптесімнің жаңадан алған үйіне қоныс тойын тойлауға бардық. Әріптесімнің курстастары, сыныптастары бар дегендей. Адам көп жиналыпты. Артық қимыл, не әрекетте көрсеткенім жоқ. Жаңа ортаны жатырқап, елеусізде отырғам. Сөз берер алдында асаба жігіттің бойдақтығымды меңзегеніне келіншектер жағы сынай қарағанын байқадым. Артынша биге шақырған жігіттің келіншегі күйеуін өзінің қасына шақырып алды. Өзімді қатты ыңғайсыз сезініп, шыға сала жыладым. Үйге келгенше өксігімді баса алмадым. Ешкімнің күйеуін тартып алатын ойым жоқ. Бірақ қасында күйеуі жоқ қыздарға бәрсіне қарайтындай көрінді. Содан бері жақын құрбыларымның ортасы болмаса, ондай кештерге барудың да қажеті жоқ екенін түсіндім. Тұрмысқа шыққыма келеді. Бірақ 25-тен асқан соң теңіңді табу да қиындай береді екен. Жұрт қызығатындай түрім бар екенін білемін. Бірақ өзімнен 5 жас үлкен жігіттер әлде қашан теңін тауып, шаңырақ құрып алған. Өзіне көңілдес қылғысы келіп, 50-ден асқандар мазалайды. Ал маған ондай өмір қажет емес. Бір үйдің түтінін түтетіп, күйеуімді жұмысқа шығарып салып, қарсы алып, өмірге бала келіп отыратын қарапайым ғана өмірді аңсаймын. Соңғы кездері өзімнен 3-6 жас кісі жігіттер де мазалайтын болып жүр. Бірақ бір байқағаным, олар әзір шаңырақ құруға асықпайды екен. Ұнатқандарын айтып келеді. Кездесіп біраз жүресің. Ұнатып бауырда баса бастайсың. Бірақ тұрмыс құруға ұсыныс жасамайды. Олардың уақыттары көп болғанымен, менің жүре беретін уақытым жоқ. Біраз жүріп, тұрмыс құруға ұсыныс жасайтын түр жоқ болған соң, кездесуден де қашқақтай бастаймын. Жақында құрбыларым жабылып жүріп намазхан жігітпен таныстырды. Өзімнен 1 жас үлкен екенін естіп қуанып қалдым. 1-2 рет кездестік. Жаман әдеттерге әуестігі жоқ екенін естіп, тіпті қуандым. Үй жайы жоқ екен. Жарайды. Ақша болса үй салу түк емес. Бірігіп, жұмыс істеп салып аламыз дедім. Келесі кездесуде той жасауға жағдай жоқ екен. Айналып келгенде оның бәрі ысырап екенін жеткізді. Қанша жерден тойымда ақ көйлек киюді армандап жүрсем де, тойдың болмайды дегеніне де келістім. Ойша өз туған достарымды қыз ұзатуға шақырам. Сонымен үйлену тойының болмағанын ешкім білмей де қалады деп жоспарлап қойдым. Келесі кездескенде намазхан жігітім әзір үйленуге дайын емес екенін жеткізді. Тұрып жүре бердім. Жасырып қайтем, жолыңды ашып берем. 10 күнде бақытыңды жолықтырасың. 1 айда тұрмысқа шығасың деген балшы көріпкелерді де жағалап көрдім. Бәрі өтірік екен. Журналдағы танысу бұрыштарына хатта жаздым. Біреу іздеп жауап хат жазды. Сөйтсем, жігіттің өз емес араққа салынған інісіне әйел іздеп хат жазып отырған әпкесі екен. Бірігіп арағын қойдырайық, бала туып берсең есі кірер дейді. Бас тарттым. Арағын қойса жақсы, қоймаса осы күніме де зар болып қалармын деп ойладым. Шынымды айтсам, тұрмысқа шығуым керек деген ойдан шаршап та кеттім. Жұмысқа да құлқым жоқ. Әр құрбым келесі баласын көтергенін естігенде, мен де бітірдім деп жылап қаламын. Қанша жерден түрің болса да, сымбатты болсаң да, Алла бармақтай бақ бермеген соң қиын екен. Кәрі қыз атанғым келмейді.
бірақ қалай аттанғанымды сезбей қалдым. Қыздар, естерің болса, 25-ке келмей жатып, тұрмысқа шығудың қамын жасаңдар. 25-тен соң қанша тырыссаң да, оған мүмкіндік бола бермейді екен.